Жалпы Маңғыстаудың туристік әлеуетін, ішкі туризмі дамып келе жатыр. Осы жылы тең жағадағы риксіз салынғаннан кейін бірнеше ішкі туризмге келген қонақтар сырттан. Мысалы, 1-2 айдың ішінде 30-40 мың үстінде адам келді. Енді Маңғыстаудың небір сакралды қасиетті орындары бар, табиғи орындар бар, экотуризм қатты дамып өсіп келе жатыр. Сондықтан біз де соған дайын болуымыз керек. Қазіргі енді шығып бара жатқан бағытымыз мына Түпқараған түбегіндегі таушықтың айналасы, Емді тауы, Үш ауыз дейтін жер, Қарақабақ дейтін жер. Оны да сол біз туристік салаға көрсеткіміз келеді. Табиғатын, ескерткішін түгел ішкі туризмімізді дамыту қажет біз. Керек елге. Бір нысанға келдік. Мынандай домалақ тастар. Ана тас адамға ұқсайды. Келбейді. Мына Дола апа деген сорым адамға ұқсайды екен. Шынымен ұқсайды. Мұрны, көзі, құлағы. Біріне бас киім киіп алған дула сияқты. Тұрған нысанымыз мына таушықтың солтүстік бағытындағы Емді таудың бөктеріндегі шар тәріздес тастардың жанында тұрмыз. Мына тастың бір ерекше түрі бар екен. Үлкен домалақ, биіктігі 2 метр, ені де 2 метр. Адам тәріздес тас екен. Дола апаның батыс бетіндегі тастардың бірі міне. Қыздарымыз Ақнұр Қошынова деген қызымыз біздің факультеттің тарих факультетінің декан орынбасары. PhD доктор. Қызымыз да сондай PhD доктор. Қазір мысалы біз совет үкіметіндегі мен кандидат. Тарих ғылымдарының докторы, тарих ғылымдарының кандидаты бұл советский жаңағы статус. Қазіргілер PhD-лер. Жас PhD-лер Назгүл Сабырғалиева. Бұл Оралдың қызы, Алаша. Осы өңірдікі. Ақнұр Қоңырат, Шыңғысханның балдызы. Көрден жақсы, қуаныштымыз, жол болсын, сапар орын болсын. Жақсы балапандар, кішкентай балапандар бар. Біз бір семьямыз. Ақтау, Атырау, Астана деген қалаларда тұрамыз. Жақсы. Балаларына тарихи жерлерді көрсетті. Қандай жақсы. Енді мына Маңғыстауда мен ойлаймын, ол енді мына шықпаған адам, это орысша айтқанда, они грехов обязательно должен шығып қарап көрсету керек. Потому что мына тастардың өзінде бір тастан екінші тасқа барсаң, уже басқаша бір тас көресің. Бір төбеден ауысып жүрсең, арғы төбеде история жатыр. Ұлттық тәрбие ең бірінші отбасынан басталады. Балаларға мінекей осы әке шешесінің осындай дәстүр көрсету қандай керемет. Ең бірінші отбасы, екінші мектеп, үшінші көше. Иә, дұрыс айтасыз. Ұлттық тәрбиені арамызда врач кісі бар, семейден келді, құдағи. Қожа. Иә, бұл жерден жаңағы кеше Сұлтанбетке бардық. Осы қожа болған. Иә, басында шырақшыста қожа екен. Бақтыбай ғой. Қазіргі де? Жақсы, керемет. Сапарымыз оң жақсы. Өзі Маңғыстау, мен қыздарға айтып келе жатырмын, қыздар бірінші келді, мен бұрын келдім, бұл жақтан Бағилікті тартады, Алматыға барғаннан кейін осы жаққа барғың келіп тұрады, түсіңе кіреді деп айтып жатырмын қыздарға. Ойдақ болса алып қаламыз. Сол кеше келгеннен бері айтып жатырмыз. Даниярға тапсырдым, Ақтаудың университетіне дайын PhD доктор қыздар. Ақтаудың университетіне. Көрке готовы, акциямен келіп жатыр, дипломмен. Ал жүрейік. Дипломмен десеңші. Күптің астындағы тұтағаш бар, ежелден өсіп келе жатқан. Елдің айтуы бойынша найзағай түсіп тұтты. Жарып жіберген, қазір құлап қалған күйінде жатыр. Бір айтарлық жағдай,
таушықтың жас жігіттері отыратын орындықтар қойып, жәшіктер қойып қоқыс лақтыратын. Өте үлгілі екен. Басқа да жас жігіттерге ауылдардың. Енді осындай өзіміздің табиғатымызды аяламасақ, кім істейді оны? Сондықтан таушықтың жігіттеріне рахмет. Басқа ауылдың да жігіттеріне үлгі болсын деп айтайын. Туристік әлеуеттікті дамытатын болсақ, әрине бұл жерге жол салу керек пе, керек емес пе, оны үлкен қоғамдық келісімді ақсақалдармен келісу керек шығар. Өйткені ана жер бедерінің де жердің өзінің мәдени қабатын жоймай, егерде грейдер салса жақсы болар, болмаса табиғи қорықтың орны болар. Сондықтан ондайда ережелерін сақтау керек шығар. Бірақ Маңғыстаудың күп екенін, не екенін түсіндіру үшін менің ойымша жолдың да қажет емес сияқты. Тек былай қарай баспалдақ шығатын жол жасаса да соның өзі үлкен Қыстың кездерінде жақсы болар еді. Қараған түбегіндегі емді дейтін тау бар. Сол емді таудың кіреберіс жеріндегі құмақ қапы дейтін сайдың ішінде табиғи күп бар. Күп дегеніміз ертедегі ата-бабаларымыздың су жинайтын қоры болған. Сондықтан ана жерде ма? Иә, міне. Маңғыстауда ағып жатқан су жоқ, өзен жоқ деген сияқты. Сондықтан бізді суды өте Маңғыстауда тапшы болғасын, осындай табиғи күптерге жаңбыр қардың суын жинап, осының суын ішетін болған. Бетін түгел ағашпен, шимен бастырып, осы жаз біткенше осының суын ішіп. Тамды дейтін жерде келсе. Мына екі тамба Маңғыстаудың оңтүстігіндегі Бегдашқа қарай жүргенде, Темір Бабадан бір 50-60 шақырым өткенде Ожабай тамды дейтін жер бар. Сол жерде қойтастарда көп кездеседі осы тамда. Енді қай ұру тайпаның екенін білмеймін. Мынаны қара. Ноғайдікі ма? Мынауды типа тананыкі сияқты ғой. Тананыкі сияқты да, қара. Үстінде де бар сияқты. Тана емес, тама. Тама міне ғой екі әл. Міне, мынандай. Міне бар ма? Ол енді тама жоқ қой бұл жерде. Ол оғыз екен. Ал жүрейік. Су аққан жолы. Жерде қамыс бар екен. Су бар. Өте әдемі жер. Көрініп тұр. Үлкен тау. Неше жыл? Неше тұрма? Бір құс ұшып кетті. Табиғи қора. Бойындай жүретіндей. Әйтеуір жеріне өтпейді ғой. Қой мынау кән. Адам жүретіндей болған ғой, бірақ просто құм басып кетеді. Вагонеткінің көпірінің қалдықтары. Су ағысып қатты болатын болды. Іргелері. Жабысып тұр.
Asımız. Ayıp just. As болсын. Біздің тобымыз астына қарай жол басты. Шақпақ дейді ғой, кремень. Толып тұр мына жер. Астына қарай түсуімізді бастадық. Мынандай жер ғой. Әдемі. Менің Лунада жүргенім Күнтамба. Лунада әріп бар мында. Иә, нелер, байырғы түркі жазуы. Соны білмей тұрмыз ғой. Бұл, значит, бұл жерге немен Құн бар. Иә, ерте түркілікте жазу болып тұр ғой, сына жазуы дейді ғой, тасқа қашап Батыстық жазған. қағанаты ғой. 5-ші алып. Иә, нормально. Таң қурайды қараңыз. Маңғыстауда. Кім айтады? Бар екен. Әдемі. Нағыз пісетін уақыты ғой. Ал Керей мен Жәнібек құрған мемлекетте ондай бақталастық болған емес. Тиісінше мамыражай заман орнады. Сондықтан қос сұлтанның мемлекетіне алыс жақыннан көшпелі тайпалар келіп қосыла бастады. Былай қарап тұрсаң, баршасы бір тіл, бір діндегі халық. Бірақ алшын елі Ноғай ордасында өмір сүрді. Қыпшақ Қоңырат Әбілқайыр ханға қызмет етті. Үйсін Моғол мемлекетінің тұрғындары еді. Әрқайсысы әр түрлі билік, әр түрлі режимде болған ру тайпаларды бір ұлтқа айналдыру керек болды. Керей Жәнібек осы мәселені шеше алды. Содан 15-ші ғасырдың басында қазақ хандығы құрылған уақытында енді жаңағы қаншама жүздеген рулардың басын бір қазыққа байлау керек болды ғой. Сонда жаңа Алаша идеясын алып шықты қайтадан. Алаша, атамыз Алаша, Алаш деп жаңа жерде. Атамыз жылқышы ел, жылқышы халық деп сөйтіп байлады. Бұл енді ғажап дәстүр, бірнеше мың жыл бойы өмір сүріп келе жатқан бізді байлауға жақсы болды қазақ руларын. Өйткені біздің ішімізде әртүрлі рулар бар. Әрбіреуінің жеке-жеке мемлекеті болған рулар болды. Сондықтан олардың барлығын жаңағы ең көне тұлғаға байлау өте пайдалы. Мысалы, Жошыға байлай алмайсың. Жошы бертінгі заманның адамы. Шыңғысханға байлай алмайсың. Алдыдағы ең көне замандағы ең көне тұлғаға байлады. Қандай да бір тайпа өз ішінен ғана үйленіп, басқамен араласпаса, онда жабық қауымға айнала бастайды. Оның соңы бөтен ұлтқа айналуға әкеп соғады. Бұл мәселенің алдын алудың бірден бір жолы не? Бір рудың, тайпаның тек өз ішінен ғана қыз алысуын доғарту керек. Арғын Қыпшақпен құдандастыру қажет. Осы мақсатта жеті ата ұғымы пайда болды. Бұл медицинадан бұрын саяси шешім еді. Бұл жерде біздің аталарымыз жеті ата ішінде қан айналысудың биологиялық ештемесін қатты есептемеген. Мен енді сол жеті атаға байланысты мына жеті атаға тиімі жоқ елдерде бар ғой. Мысалы, көрші біздің сарт қауымдарының барлықтарында жеті ата деген жоқ қой, жақын адамдарын немере ала береді. Оған байланысты сол халықтардың азып тозып кеткенін көргім жоқпын. Әрине, тиімнің болғаны жақсы жеті атаға дейін. Сол жеті ата бұл үлкен семья, үлкен отбасы. Ал енді осыдан ары қарай жаңағы өзге рулармен қыз алысу керек, қарым-қатынасқа түсу керек. Ерте уақытта қазақ саны шағын болған уақытында, Сырдарияның бойында қыстауда бәріміз басымыз қосылып жатқан уақытында, қызды таңдаған уақытында орта жүздің жігіті кіші жүзден таңдайды, кіші жүздің жігіті ұлы жүзден таңдайды. Шежірені қарап отырсаң, барлығы солай болып шығып отырады. Бұл рулық құрылым арқылы мемлекетті ұстап тұру үшін жасалған әдейі тетік. Жеті атаның арқасында қазақ өзара мыйдай араласып, туысқан болып кетті. Басқа халықтарда азаматтық соғыс, өз ұлтының өкілін өлтіру болса, болғанда шығар, қазақты өлтірген емес. Сонымен әртүрлі мемлекетте өмір сүрген тайпаларды бір шаңырақ астына біріктірді, туысқан етті. Ең бастысы осы ру тайпаларды жүйеледі қос сұлтан. Ал енді бүгінгі күні сондай әуестену болып жатыр. Әр ру өзінше жаңағы аталарын іздейді. Ал шын мәнінде көпшілік рулардың аталары шартты аталар.
Сонда Дулаттың немесе Адай, Арғын секілді ірі рудың түбін қуалап барсаң, жалғыз бір атаға барып тірелмейсің. Бұл жаңсақ ұғым екен. Біле білсеңіз, таза туыстыққа негізделген рулар сонау тас ғасырында болған шығар. Біз мұндай жүйеден 12 мың жыл бұрын шығып кеткенбіз. Қазақтың руы әкімшілік территориялық бірлестік дейді ғалым. Бұл әкімшілік территориялық құрылым. Көшпелілердің әкімшілік территориялық құрылымының негізгі элементі ру. Қазіргі күнгі мысалы аудан дейміз, ауылдық әкімшілік дейміз, облыс дейміз, ерте заманда губерния дейтін, соның барлықтары қазақтың рулары. Ол енді әртүрлі деңгейде болып келеді, сатыланып. Түсіндіріп көрейік. Қазір Шу мен Талас арасын Жамбыл облысы, Қаратау мен Дария аралығын Түркістан облысы деп бөліп жүрміз. Ал көшпелі кезеңде бұлай бөлу мүмкін емес. Өйткені Түркістан деп аталған өлкеңді қыс уағында 4 миллион жұрт жайлайды да көктем шыға Сарыарқаға дені кетіп қалады. Қазір облыс бір сәтте 80-90% тұрғынын жоғалтса, ол облыс болып тұра ала ма? Жоқ. Яғни көшпенділер әлемінде облыс, аудан дегенің жерге байланбаған. Облыс тайпаның өзі. Жұртымыз көшпелі болғандықтан облыстарымызда жұртпен бірге көшіп жүруші. Бұл мобильді облыс қазіргідей аудандарға бөлінді. Көшпелі аудан рулар еді. Міне көрдіңіз бе? Қазақтың әкімшілік бөлінісі отырықшы жұрттан мүлдем бөлек. Осындай жүйені де осы Қос Сұлтан, Керей мен Жәнібек жасақтады. Қазақ хандығының іргесін қалаған, қазақтың ұлыс руын түгендеп, дәстүрін реформалаған ірі қайраткер хан Жәнібектің сағанасы табылып отыр міне. Әрине, әлі де зерттеу керек. Титімдей де күмән болмасы үшін антропологиялық, топонимдік зерттеу жасалуы керек. Сосын мемлекетіміздің атасы жатқан бұл кесене қайта тұрғызылады. Сол бір 500 жыл бұрынғы ғажап әдемі кесене бой көтереді.